Біз 17 миллиард долларға келісім жасастық Қазақстан. Өзбекстан 100 миллиард долларға. Өзбектердікі амбиция сияқты. Шыны керек, екі ел арасында мұндай бәсекелестік бар, бейресми бәсекелестік. Америка бостан босқа бір елмен контрактқа келе бермейді. Және әрбір тиын санайды. Қарапайым халыққа әсері қандай болуы мүмкін? Әр отбасыға бір трактордан деп қалжыңдап айтуға да болады. Абрахам келісіміне ойыссақ, эмоцияға емес, логикаға салатын болсақ. Қазақстанның Палестинаға қатысты көзқарасы одан өзгермейді. Қазақстан мұсылмандық әлемді сатып кетті дегенде пікірлерді естіп жатырмын. Біз онсыз да Израильмен жақсымыз. Уақыт көрсетеді бәрін. Президентіміз Тоқаев өзінің расында да әккі дипломат екенін көрсетті. Қазақстан үшін өте мықты саяси пиар болды. Трамп мақтағанды ұнатады. Трамп та риза, бізде риза, бәрі риза. Не себепті Қазақстанға назар көбірек аударылды бұл тұрғыда? 6 қараша ақш астанасы Вашингтонда өткен C5+1 саммиті қазір ел аузында. Еске салайын, Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшылары Трамппен кездесіп, бірқатар мәселелер талқылаған еді. Сол саммиттің нәтижелерін сөз етпек үшін біз бүгін жиналып отырмыз. Бізде қонақта Жанат Байжомартұлы Момынқұлов мырза, шығыстанушы, философия ғылымдарының кандидаты және Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің саясаттану кафедрасының аға оқытушысы. Жанат мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Енді ең бірінші сұрақ осы Вашингтондағы C5+1 саммитінің басты нәтижелері қандай, саяси нәтижелері қандай, яғни маман ретінде сіз бұған қандай баға берер едіңіз? Осы соңғы саммит Орталық Азия мен Американың арасын жақындататын маңызды бір стратегиялық кездесу болды деп айтуға болады. Ауыз толтырып айтатындай нақты келісімдер, нәтижелер бар. Цифрландырудан бастап, ауыл шаруашылығы, сирек кездесетін металдар, мына Ибрахим келіссөзі, сонымен қоса біздің Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтатын, Орталық Азияны әлемдік сахнада бір аймақ ретінде қабылдануына жағдай жасайтын, және бұрыннан бері біз күткен Қазақ-Американ қарым-қатынастарын жаңа сапалы деңгейге шығаратын маңызды бір кездесу болды деп есептеймін. Мысалы, жалпы алған кезде 17 миллиард, оның ішінде 7 миллиард Боинг сатып алатын боламыз, 15 дана. Ол біздің мына логистикалық жағынан туризмді, барыс келісті, алыс берісті жақындататын үлкен бір мүмкіндік. Тек қана біз ғана емес, әрине, Орталық Азияда кез келген мемлекеттер, әсіресе Өзбекстан, Тәжікстан осы ұшақтарды алып жатыр. Және сонымен қоса темір жол саласында 4 миллиардтан астам 300 локомотив айтуға болады. Сонымен қоса цифрландыру саласында 3,7 миллиард долларға татитын үлкен келісімдер бар, контракттер бар. Ол жаңа Starlink, Cisco сияқты, Oracle сияқты, Starlink'ті айттым, Американың ірі цифрлық Big Tech компанияларымен келісімге келіп отырмыз. Ол біздің телекоммуникация, интернет сапасын арттыру, 5G, 6G, сапалы интернетті біздің осы Орталық Азия Қазақстанға алып келетін, біздің осы кибер қауіпсіздік жағынан біздің жағдайымызды нығайтатын үлкен келелі осындай келісімдер бар деп айта аламыз. Және сонымен қоса ауыл шаруашылық саласында John Deere атты сапалы трактор, ауыл шаруашылығы техникасының локализациясы, яғни соның ірі орталығы осы Қазақстанда хаб ретінде құрылатын болады. Әрі өндіреміз, сборка жасаймыз, әрі маңайымызға сатамыз. Үлкен нарықтар бар, Ресей және Орталық Азия, Өзбекстан. Ресейдегі жағдайды білесіз, жабылып қалды қазір. Ал енді Қазақстан өзіміздің Түркістанымызда, немесе айталық Қостанайда деп айтайға, ірі құрастыру зауыттарын сала отырып, алдағы 5 жылдың ішінде 3000, бәлкім одан да көп жаңағы сапалы тракторларды өндіретін боламыз. Яғни әр отбасыға бір трактордан деп қалжыңдап айтуға да болады. Бірақ ол мықты сапалы техникалық өнім. Сонымен қоса сирек кездесетін минералдар саласында 1,1 миллиард долларға жететін нақты вольфрам бойынша келісімге жетіп жұмыстарын бастап кетті. Яғни өткен жолы біз айттық қой, Қытайға емес, Америкаға беріп отырмыз вольфрамды. Америка алдағы 50 жылға осы цифрландыру бойынша әскери технологияда қолданатын осы маңызды
элементті алатын болады. Және нақты бүкіл мынау жұмыс істеудің жоспары, кімдер жауапты болады, қашан ол рет-ретімен іске асады, кезең-кезеңмен іске асады, бәрі қазір нақтыланды. Енді бұл біздің Қазақстанның тәуелсіздігін күшейтетін үлкен бір фактор болатын түрі бар. Тек қана Қазақстан ғана емес, орталық Азия үшін де. Мысалы, Өзбекстанның үлкен көлемдегі уағдаластықтары бар, Америкамен жасасқан. Тәжікстанның қол жеткізген уағдаластықтары бар. Енді Қырғызстан мен Түркменстан туралы аз айтамыз. Бірақ негізі осы орталық Азиядан осы 2-3 мемлекет жақсы көрінді деп айтуға болады. Бұл біздің көп векторлы саясатымызды нығайтатын және де халықаралық саясатта Қазақстанның дербестігін, суверендігін жаңа бір деңгейге шығаратын, тепе-теңдік балансты сақтауымызға көмектесетін бірден бір фактор деп айтуға болады. Бұл же тек қана Америка емес, бұл же Израильмен де келісімге келгеніміз айтуымыз керек. Таяу шығыстық мәселелерге араласа бастадық. Бұл деген сөз Қазақстанның бір орта держава дейміз ғой біз, сол ретінде бүкіл геосаясаттың орталығына ойысумен пара-пар жағдай деп айтуға болады. Осы жерде сөзіңізді бөле кетейінші, орта держава дегенде соңғы уақытта көп естіп жүрміз, иә? Жалпы бұл ұғымның қандай да бір анықтамасы бар ма? Орта держава атану үшін қандай позицияда болу керек мемлекет мысалға? Бұл бірдеңемен өлшене ме деген сұрақ бар менде. Орта держава деген ол неміс сыртқы саяси мамандарының жақын арада шығарған тізімі, ол жерге Қазақстанды енгізді. Мысалы, Түркия сияқты немесе Оңтүстік Корея сияқты елдер еніп отыр. Бұл әр территориялық жағынан ресурстары, потенциалы, мүмкіндіктері, одан кейін білім ғылым деңгейі, адам капиталы, индустрия деңгейі, әскерімен, басқа да жағдаймен өлшенетін бір үлкен бір осындай сарапшылардың бағасы. Қазақстан өзімізді орта держава ретінде қазір көрсетіп жатырмыз. Кешегі нақты кездесу бізді ел ретінде орта держава екенімізді әлемге паш етті. Тек қана орта держава емес, зайырлы, мұсылман мемлекет ретінде әлемге көрсетіп отыр. Бұл шын айтқан кезде біз мынау түркі жобамыз бар, Еуразиялық, Қытаймен байланыстарымыз, Европамен, таяу шығыспен. Қазақстанды үлкен халықаралық саясаттың орталығына қарай қазір жылжытты деп айтуға болады. Өйткені бұған дейін Қазақстан туралы ақпарат соңғы рет 22 жыл шыққан болатын. Бүкіл дүние жүзі жазды, жарыса жазды. Ал енді қазір әсіресе мына кеше келіссөздер, одан кейін әсіресе Ибрахим келіссөздері туралы ақпарат бүкіл әлемдік медианы жарды деп айтуға болады. Қазақстан туралы бүкіл әлем ақпарат іздей бастады. Ол қалай? Қазақстан деген қай ел ол? Мұсылман ел екен, үлкен мемлекет екен. Израильмен қалай деп сенсация ретінде қабылдады. Тіпті шок жағдайында да болды деп айтуға болады. Өйткені расында да еш күтілмеген келісім болды бұл. Бірақ сарапшы ретінде біз осыдан 5 ай бұрын, одан да бұрын өзіміздің бүкіл сұхбаттарымызда қазақша бұны айттық, жаздық, осылай болу керек екенін шақырдық, тіпті қосылуымыз қажет деп. Өйткені оның көптеген дивидендтері, алып келетін пайдалары бар. Қысқаша айтқан кезде, мына біз географиялық қақпанда тұрмыз ғой. Оқшауланған еліміз, әлемдегі ең жабық аймақ орталық Азия. Біз әлемдік экономикалық тізбектерге, өндірістік, технологиялық және экономикалық сауда тізбектеріне қосылуымыз үшін логистика арқылы осындай біздің жағдайымызды күрт өзгертетін, ешкім күтпеген дипломатиялық қадамға бардық. Бұдан біз ештеңе ұтылмаймыз, тек қана ұтамыз деп мен ойлаймын. Рисктерді туралы айтып жатыр эксперттер, ол туралы да айтуға болады. Бірақ жалпы алған кезде біз ойлаймын дұрыс істедік, дұрыс келісімге бардық. Және де мына біздің Америка мен орталық Азияның жаңа эрасы, жаңа кезеңі басталды деп айтуға болады. Ол жерде келіссөздерге қарап отырсаңыздар, ерекшелігі нақтылығы. Бұрынғыдағыдай уәде беру, декларация, мәлімдеме емес бұл. Бұл нақты контракттар, нақты келісімдер, суммалары, жауапты кісілері, жұмыс жоспары, стратегиясы бар нақты жобалар. Бұл расында да көлемі жағынан енді Қытаймен, басқа да елдермен салыстыруға келмесе де, бірақ стратегиялық жағынан біздің жағдайымызды жақсартатын, тәуелсіздігіміз, дербестігімізді нығайтатын және орталық Азия ретінде мына аймақтың ресми түрде қалыптасып, қабылданғанын бүкіл әлемге көрсетті деп айтуға болады. Осы орайда менің бір сұрағым бар. Мысалы, біз 17 миллиард долларға келісім жасастық Қазақстан, Өзбекстан 100 миллиард долларға алдағы 10 жылда
жобаларды жүзеге асырамыз деп келісім жасатты. Осы орайда енді шыны керек екі ел арасында мұндай бәсекелестік бар, бейресми бәсекелестік. Қарапайым халық, міне өзбектер ойбай 100 миллионға жасап жатыр екен, біз 17 миллионды қанағат тұтып қалдық деп жатыр. Меніңше бұл қаншалықты дұрыс бұлай есептеу? Америка бостан босқа бір елмен контрактқа келе бермейді. Және әрбір тиын санайды. Бұл жерде қарап отырсаңыз, Ақ үйдің сайтында біз Өзбекстанмен, Қазақстанмен, Тәжікстанмен осыншама келіссөзге келдік. Бұл Америкада осыншама жұмыс орнын ашады. Америка үшін пайдалы деп отыр. Енді Өзбекстанның жаңағы контракттеріне келсек, ол алдағы 10 жылға арналған, жыл сайын 10 миллиардтан арналған бір үлкен бір амбициялық жоспар деп айтуға болады. Бірақ ол жерде менің ойымша нақтылық жетіспейді. Өйткені ақпараттық салада нақты ештеңе айтылған жоқ. Ол фантастикалық үлкен сандар. Ал біздің 17 миллиард долларға келсек, нақты 17,7 миллиарды Боинг, 4 миллиарды мысалы жаңағы темір жол деген сияқты, 2,5 миллиарды John Deere тракторлары, 3,7 миллиарды айталық, немесе 2 миллиард деп айтады кейбір деректерде, цифрландыру бойынша. Бізде нақтылық және жоспарлар бар да. Менің ойымша біздің дипломаттарымыз осы жылы өте жақсы жұмыс жасаған сияқты. Бұл кездесулерден кейін мен өзім қанағат сезімімен қабылдадым бұны. Біріккен ұлттар ұйымындағы былайша айтқанда факаптан кейін бұл өте жақсы жұмыс. Иә, рас айтасыз. Ол жердегі келеңсіздік жағдайынан кейін мынау өте ауыз толтырып айтатындай, мақтанатындай бір жағдай деп айта аламын. Өйткені біз Америкамен бұрыннан бері күттік қой, осындай кездесу қашан болады деп. Бұрындар 90 жылдарда сондай кездесулер болатын Америкамен ең жоғары деңгейде. Бірақ соңғы жылдарда көп болмай кеткен еді. Қытаймен, көбінесе Ресеймен, басқа да елде, Түркиямен. Ал енді қазір осы олқылықтың орнын толтырып, менің ойымша президентіміз Тоқаев өзінің расында да әккі дипломат екенін көрсетті. Жай сөз емес бұл. Бұл жаңа Ибрахим келіссөздерінде қоссаңыз, және нақты стратегиялық серіктестіктің жаңа деңгейге шыққанын нақты айтуға болады. Енді менің ойымша өзбектердікі амбиция сияқты, алдағы жылдарға енді 35 миллиард доллар деді. Ол жерде олар біз сияқты цифрландыру, жаңағы ауыл шаруашылығы, жаңағы туризм, коммуникация, цифрландыру ұқсас келеді негізі. Тәжікстандікі де, біздікі де портфельдеріміз ұқсас келеді. Кеше қол қойған құжаттар, негізгі салалар сол ғой. Өзбекстан тарапы мысалы Европа мен Орталық Азияның логистикалық механизмін институт деңгейіне көтеру туралы ұсыныс жасады. Және сонымен қоса маңызды ұсыныстар жасады Өзбекстан тарапы. Енді қазір қарап отырсаңыздар, бұл жерде біріншілікті менің ойымша Қазақстан жағы бәрібір де алып кетті деп мен ойлаймын. Бірақ өзбек тарапында, өзбек дипломатиясында кішірейтуге болмайды. Олар да тырысып жатыр. Өзбек тарапы жаңағы сандар арқылы 100 миллиард, 35 миллиард туралы үлкен сандарды келісу арқылы мен ойымша Америкамен анағұрлым жақын бір қарым-қатынасты көздейтін сияқты. Менің түйген ойым, кімнің қанша миллиардқа келісім жасағаны маңызды емес сияқты. Өйткені уақыт көрсетеді бәрін. Яғни бұл келісімдердің жүзеге асырылуы нақты маңызды. Енді аға, өзіңіз білесіз, қазір халық кішкене қымбатшылық қысып жатқан жағдай бар. Мына келісімдердің бәрі қарапайым халыққа әсері қандай болуы мүмкін? Мысалға, John Deere тракторларын аламыз деп жатырмыз. Ертең локалдық құрастыратын зауыттар ашылатын болса, бұл тракторлардың бағасы арзандай ма? Тракторлардың бағасы арзандаса, мысалға, нанның бағасы да төмендейді деген сияқты сондай эффект болуы мүмкін бе? Бұл нақты контракттердің пайдасы болады, әрине тез болмайды. Өйткені жаңа біз айтып отқан John Deere компаниясының өңірлік хабына айналатын боламыз. Тек қана өзіміздің нарыққа емес, Ресейге, Өзбекстанға деп айттым. Бұл ауыл шаруашылығында жаңа бір сілкініс алып келуі мүмкін. Өйткені біріншіден сол жаңағы ауыл шаруашылық техникасы өзіміз үшін қолжетімді болады. Және ауыл шаруашылығында жаңа бір ілкінді оң өзгерістер болады деп ойлаймын. Және сонымен қоса жаңа цифрландыру біздің экономикамызды тиімді басқаруға негіз жасайды деп мен ойлаймын. Өйткені сіз бұған дейін білесіз, Starlinkке қосылғанбыз жазда, одан кейін жартылай Эмират, жартылай американдық суперкомпьютер алып келді, әлем клауд ашылды. Цифрландыру бойынша Қазақстан
үлкен жоспарлары бар. Алдағы 3 жылда цифрлық мемлекет боламыз деп жатырмыз. Бұлардың бәрі не үшін? Бұлардың бәрі экономиканың ашықтығын және цифрлық транспаrenттілікті қамтамасыз ету үшін. Өйткені экономиканың тиімділігі оны басқарудың тиімділігімен тікелей байланысты. Ал басқару үшін ашықтықты қамтамасыз ету керек. Әртүрлі қаржылардың легі немесе процестердің басқарылуы, менеджменті ол осы цифрлық технология арқылы ғана мүмкін. Яғни тез ойлайтын машиналар, тез есептейтін машиналар, бұл қазір суперкомпьютер бізде қолымызда бар. Және сонымен қоса жаңағы Боингтердің келуі, алдағы жылдарда оның бірсыпырасы келеді, қалғаны кейінірек келеді деп айтты. 2 жылда, 3 жылда мысалы келетін болса, ол жағдайда Қазақстанның қалаларының Америкамен тікелей қарым-қатынас ашылатын болады. Жұмыс күші, бұлардың барлығы жұмыс күші. Қазақстандағы жаңа айтып өткен Түркістан дедім, Қостанай дедім. Егер зауыттар, құрастыру зауыттар ашылатын болса, ол жерде өзіміздің қара көздеріміз жұмыс жасайтын болады. Қаншама адамдар жұмыс істейді ол жерде. Ол эффект болады, аймақтық эффект болады. Енді қысқаша айтқан кезде мультипликативті эффекті өте зор болады. Өйткені бұл батыстың ерекшелігі технологияларда. Олардың ондай технологиялар Қытайда да жоқ. Ресейде айтпаймын. Демек, неге біз осылай жармасып отырмыз? Өйткені жаңағы Ресейдің бізге бере алмайтын технологиялар, Қытайдың бізге бере алмайтын технологиялары. Әрине, олардан да басқа бір версиялар келеді, бірақ бізде көп векторлы болғандықтан технология саласында да, кибер қауіпсіздік саласында да осы тепе-теңдікті сақтауға тиістіміз. Менің ойымша, алдағы осы бір 5-10 жылдың ішінде бұның нақты эффектілері болады. Абрахам келісіміне ойыссақ, бұл шешім халық арасында, жалпы сарапшылар арасында екі ой туғызды. Бірі енді бұл саяси шешім, бұл керек нәрсе деп жатса, екіншілері Қазақстан мысалы мұсылмандық әлемді сатып кетті дегенде пікірлерді естіп жатырмын. Тіпті өткенде Threads әлеуметтік желісінде қырғыздардың да бұл шешімді сынап жатқанын шынын айтайын өзім оқыдым. Эмоцияға емес, логикаға салатын болсақ, жалпы бұл келісімге қосылу қаншалықты дұрыс шешім саяси тұрғыдан? Менің ойымша өте дұрыс шешім. Біздің мына 3 державаның үштігінде, соның түйіскен нүктесінде орналасқанбыз, Орталық Азия. Америка, Батыс, Қытай және Ресей. Бізге балансты сақтау өте маңызды. Соңғы кезден Қытайдың күшейгенін байқаймыз. Ресейдің әлсіреп жатқанын да айтуға болатын шығар. Осы негізде Қытайдың аймақта күшеймес үшін Американың өзінің технологиясымен, қаржысымен, басқа да артықшылықтарымен бөлісіп жатқаны ол бекерден бекер емес. Бірінші кезекте жаңағы минералдар туралы айттық, логистикалық жолдар туралы айттық. Одан бөлек осы Ибрахим-Авраам келіссөздеріне біздің қосылуымыз біздің дербестігімізді нығайтатын және де бүкіл мынау юдей, христиан әлемімен тең партнер болуға мүмкіндік береді. Тең деген сөздің өзі салыстырмалы. Мысалы, оған Марокко сияқты, Біріккен Араб Әмірліктері сияқты, Бахрейн кірген болатын. Біріккен Араб Әмірліктері қазір технологиялық жағынан нығайып кетті. Мен жазда ғана болдым. Және де менің ойымша мына мысалы әскери жағынан, қауіпсіздік жағынан, кибер қауіпсіздік жағынан, қорғаныс, одан кейін су технологиялары, медицина жағынан Израиль және Америка үлкен технологияларға ие. Израиль ол Американың үлкен одақтасы. Израиль деген ол Америка дейікші. Бірақ таяу шығысты ұстап отырған, Американың мүддесін жүргізіп отырған, мұсылман әлемін былайша айтқанда қадағалап отырған үлкен бір тетік. Менің ойымша неге дұрыс деп отырмын? Өйткені бұл бізге технологиялық жағынан мүмкіндік береді. Бізге мына логистика, Каспий жолы арқылы Әзірбайжанмен таяу шығысқа қарай жолдардың ашылуына өз септігін тигізеді. Және де Американың альянстар жүйесіне кіруімізге мүмкіндік береді. Америка құрған структураларға кіріп отырмыз біз. Өйткені ол біздің ертеңгі әлі қол қойған жоқ, ертең қол қойып толық нәтижеге қол жеткізсек, ол жағдайда біз қорғалған боламыз. Менің ойымша біз күрделі ойынға өттік осы арқылы. Жаңа деңгей дейсіз. Жаңа деңгейге шықтық. Менің ойымша Қазақстанның осылай кіргені өте орынды шешім болды. Біз бұдан көп ештеңе жоғалтпаймыз. Қайта өзіміздің позициямызды бекемдейміз. Бұл дінаралық диалогты әлемге ілгерілетіп жатқан, соның рекламасын жасап жатқан Қазақстан сияқты мемлекет үшін
өте маңызды шешім болды деп ойлаймын. Өйткені бейбітшілік деген идеяның өзі атом бомбасынан мықты идея, негізі тұрақты идея. Сондықтан да Қазақстан басқаша жағынан келіп, күтпеген жағынан келіп, осылай келісімге келуі мына Американың одақтастар жүйесіне, сол структураға қосылуымызға мүмкіндік береді. Болашақта Американың, Израильдің әртүрлі технологияларын цифрландырудан бастап, жасанды интеллект, кибер қауіпсіздік және әскери технологиялар, қорғаныс саласы, осы бойынша дрондар, басқа да технологиялармен бізге бөлісетін болса, біздің мына тепе-теңдігіміз, қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін маңызды бір тетіктерді қолға аламыз деген үміт бар. Енді қысқаша айтқан кезде бұл Ибрахим келіссөздері күтпеген жаңалық болды әлем үшін. Енді әрине оның өзінің бір риск демей ақ қояйын, бірақ мысалы түрік сарапшыларын көрдім, олар әртүрлі сұрақтар қойып отыр, түсінбей жатыр да. Өйткені олар андай риторикалық жағынан Израильмен бір жауластық бір позицияда да, бірақ ресми жағынан қарым-қатынастар жақсы. Бірақ публикаға біз Газаны қорғаймыз деген сияқты. Риск деп айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз. Ислам әлемі қазір екіге бөлінген. Яғни батыспен біреуі әріптестік орнатуға тырысып жатса, екіншілері керісінше, мысалы Израильға қарсы. Яғни осы шешімді қабылдай отыра біз осы Израильға, жалпы ақш-тың саясатына қарсы мемлекеттердің, лаңкестік топтардың дейміз бе, осы квази структуралардың назарын өзімізге аударып алмаймыз ба? Жаман жақта, негативті жақта. Мен олай ойламаймын. Өйткені Бахрейн қосылды, Әмірліктер қосылды, Марокко қосылды, не ештеңе болған жоқ. Суданнан басқа, Суданның өзінің ішкі проблемалары бар, бұрыннан бөлінген мемлекет. Судан да қосылған бұл келісімге. Менің ойымша олай қорқудың жөні жоқ. Өйткені жалпына террористік толқын саябырсып, қазір қарап отырсаңыз естілмейтін болды. Бұның астарында да себептер бар. Сириядағы жағдай тұрақтауға жақын тұр. Мысалы, демек, Орталық Азия мен Таяу Шығысты бір-біріне жақындататын, тіпті Евразиямен жақындататын үлкен бір жоба іске асып жатыр. Оның алдында Әзірбайжан мен Арменияны достастырды. Оның бәрі тегін емес. Еврей лоббисі жұмыс жасады, британдықтар жұмыс жасады, Кавказдағы жағдайды өзгертуге. Қарабақ соғысынан бастап Ресейге мысалы тойтарыс бере алатын сол аймақта Түркияның, айталық, Әзірбайжанның рөлі күшейді. Әзірбайжан мен Орталық Азияның қазір қарым-қатынастары жақындады. Және бұдан кейін Ибрахим, Абрахам, қазақша айтқанда Ыбырай ғой, Ибрахим дейміз, келіссөздеріне Әзірбайжан қосылуы мүмкін және Өзбекстан қосылуы мүмкін. Бұл туралы ақпарат былтыр жылдың соңында шықты, қаншама сұхбаттар бердім ол туралы. Сондықтан да менің ойымша бұл өте дұрыс қадам болды деп ойлаймын мен. Қазақстан былай бастамашы болып берді дейсіз ғой. Өйткені біз реал ситуацияға қараған кезде, бұл жерде күштінің арты диірмен тартады деген қазақта сөз бар. Бұл біз реализммен қарауымыз керек та. Палестина мемлекетінің құрылуы, құрылмауы ол да өз алдына бір сұрақ та. Ол Қазақстанның Палестинаға қатысты көзқарасы одан өзгермейді. Біз сол екі мемлекет болсын деп отырмыз. Израильдің ішіндегі күштердің бір бөлігі либералдар айтып отыр. Екі мемлекет құрылсын деп отыр. Ал биліктегілер әрине басқаша ойлауы мүмкін. Бірақ ол өздерінің проблемасы да, біз оған қатты араласудың қажеті жоқ. Бірақ бұл бізге бір структура, осындай бір құрылым ретінде біздің дербестігімізді нығайтатын әлемдік назарды өзімізге аудардық біз, әлемдік назарды. Еңсеміз тіктелсе, біз тез дамимыз. Жастарға инвестиция салатын боламыз. Технологиямен біз қазақтың жастарын, Орталық Азияның жастарын, Өзбектің жастарын қосатын болсақ, үлкен даму болуы мүмкін. Өйткені талантты демография бар, қоғам бар. Сондықтан да бұның болашағы өте зор деп мен ойлаймын. Осы жағынан келген кезде стандартты емес ойлау, ешкім күтпеген ойлау, бірақ Тоқаевтың командасының осыған барғанын мен толық 100% қолдаймын. Ол туралы да талай рет осыны үгіттеген видеоларым шыққан, осылай жасайық деген ютубта тұр. Сондықтан да менің ойымша бұл өте дұрыс болды. Бұның жемісін біз стратегиялық болашақта көретін боламыз, қазір емес. Және бұның ешқандай да бір анау айтқанда рискі жоқ. Мысалы айталық, көршілер мысалы бір белгілі бір айтып қояр, мысалы медиасында, негізі Ибрахим деп неге айтады? Ибрахимнен тараған 3 дін бар. Юдаизм, христиандық және мұсылман. Бұлардың бастауы бір. Өте ұқсас бұлар. Бір құдайға сенеді деп айтуға болады. Сондықтан бұлардың біз діндер арасы съезд өткіземіз ғой. Папаны шақырамыз, раввиндер келіп кетті, үшеуі келіп кетті осы жақындағы съездімізге, Тоқаевпен кездесті. Бұлардың бәрі бекер емес. Біз сонымен қоса бейбітшілік идеясын таратып жатырмыз.
ана жақтан біреулер атомды қайта шығарып жатса, біз айтып жатырмыз бейбітшілік деп жатырмыз, діндераралық бейбітшілік. Өйткені геосаясаттың айсбергтің астында діни факторлар да бар. Егер біз осы мәселені реттестіре алсақ, иудей әлемі, қазақ әлемі өзі, еврейлер ғана, христиан әлемі, мұсылман әлемі, осылардың бәрін келістіре алсақ, ол жағдайда Қазақстанның рөлі, рационалды рөлі, ақылды рөлі артатын болады. Және біз жаңа бір деңгейге шығамыз да, интеллектуалды, геосаяси жағынан, технологиялық жағынан жаңа бір деңгейге шығамыз. Ол үшін бізге батыстың технологиясы керек. Соған бізге доступ, қолжетімділік керек. Енді Құдай қаласа мына келісімге баруымыздың астарында сондай терең себептері бар деп ойлаймын. Жай ғана символдық келісім емес бұл. Ештеңе жоғалтпаймыз деп айттым, ештеңеміз кетпейді одан. Біз онсыз да Израильмен жақсымыз. Бірақ сондай қадам жасай отыра біздің ұпайымыз түгел болады. Және де айтып өттім, біздің жастарымыз болашағымыз үшін технологиялық әлемге, әлемдік деңгейге интеграциялануымызға жағдай жасайды. Шынымен де бұл Тоқаевтың Трамппен кездесуі, көптен күткен кездесуі Қазақстан үшін өте мықты саяси пиар болды. Тіпті Ақ үйдің өзі Тоқаев пен Трамптың кездесуінен суреттерді жариялап жатты. Мысалы, өзге орталық Азия мемлекеттерінен 1-2 суреттен ғана берген. Оның үстіне біздің отандық журналист сұрақ қойған кезде, видеоны көрген шығарсыз, Трамп Тоқаевты сіздердің президенттеріңіз керемет деген сияқты жақсы жоғары бағасын беріп жатты. Мұның себебі не деп ойлайсыз? Не себепті Қазақстанға назар көбірек аударылды бұл тұрғыда? Бұл біздің дипломатиямыздың жеңісі. 1-2 ай бұрын ғана біз Өзбекстанмен салыстыра отырып сынаған болатынбыз. Ал енді қазір үлкен нәтижелерге қол жеткіздік. Бұндай назардың аударылудың астарында біздің минералдарымыз жатыр. Америкаға біздің сирек кездесетін вольфрам сияқты басқа да минералдарымыз қажет. Уран бойынша ол ең көп сатыланушы сол мемлекет қой. Уранымызды алып отыр. Және басқа да элементтер бар біз білмейтін. Бұл жерде президенттің персонасының рөлін талқылағым келіп тұр да? Енді бұл жерде менің ойымша президентіміз дипломат ретінде жақсы өзін ұстады. Видеодан да көргеніміздей емін еркін ағылшын тілінде Дональд Трамппен тікелей сөйлесе алды, комплименттерін берді. Ең қызығы басып қалған 4 көшбасшының ішінде судай ағылшынша сөйлейтін тек біздің президент қана. Судай ағылшынша сөйлейтін ұлы лидерсіз деп айтты. Тіпті аспаннан түскен Құдайдың өзі жіберген лидерсіз деген сөзге жақын бір сөз айтты. Көбі осыны қатты сынап тастады. Менің ойымша бұл дұрыс. Өйткені Трамппен сіз жұмыс істегіңіз келетін болса, оның талаптарына көнуіңіз керек. Трамп мақтағанды ұнатады. Біз Трамп факторын, жеке факторын сызып тастай алмаймыз. Трампқа сол нәрсе ұнайды. Соны айтты. Өзбекстан неге мысалы жаңағы уәделерін берді? Өйткені ол соны ұнайды. Жаңағы сделка дейді ғой, келісім. Сол сияқты біздің президент те жақсы сөздерін аямады. Бұл мәселе түріктің медиасында, басқа да медиаларда халықаралық қатты талқыланып жатыр. Менің ойымша өте дұрыс істеді. Өйткені Дональд Трамп әлемдегі ең нөмір 1 лидер. Оған не ұнайды? Сіз солай подход жасауыңыз керек. Ондай подход жасай алмасаңыз, сіз тілін таба алмайсыз. Бір рет қана кездесіп тұрсыз. Бұндай келісім енді қашан болады? Бір Құдай біледі. Сондықтан да тура сол сәтте сол мүмкіндікті пайдалану керек. Ұнай ма құлағына сондай жақсы сөздер? Аямай айту керек. Трамп та риза, біз де риза, бәрі риза. Оның үстіне дипломатияда мұндай мақтаулар, мадақтаулар айту негізі қалыпты жағдай емес пе? Менің білуімше Тоқаев бұған дейін мысалы Франция, Армения, бұған дейін Абдулла қай мемлекет еді? Иордания королі келген кезде де бір-бірін брат деп сөйлеген мысалға жағдайлар болды ғой. Бұл қалыпты жағдай меніңше. Сөз ол құрал. Ол дипломатияда ол керісінше артықшылық. Біздің президентіміздің бірнеше тіл білуі және тура сондай сәтте этикетін біле отырып, уақытын біле отырып сол сөзді айтуы Трампқа мен өте орынды болды деп ойлаймын. Және оған Трамп ондайды ұмытпайды, есепке алады. Сондықтан да менің ойымша өте орынды болды, дұрыс болды деп ойлаймын. Бұл енді біздің дипломатиямыздың басқа да бір қырын көрсетті да. Бұл жерде қарап отырсаңыз, саяси лидерлердің де легитимизациясының артуы мәселесі болып отыр. Мысалы, кеше Трамппен сөйлескен кезде Нетаньяхудың звондауы, хабарласуы
біздің беделімізді арттыра түсті да. Мысалы әлемдік медиа Қазақстанды осы жаңалықтарды талқылап жатыр мысалы да. Бұл менің ойымша біздің президентіміздің беделін әлемдік сахнада арттырып жіберді. Өйткені біздің президенттің дипломатиясы андай жайлап, асықпай, онша көп көзге көрінбей керек болса қимылдауда. Бірақ бұл жерде ашық лидер ретінде, мына 5 лидердің ортасында отырды. Протокол бойынша ылғи ортасында Қазақстан. Бұл енді аймақтағы лидерлікке талас туралы айту енді артықтау болар. Бірақ енді шын мағынасында іс жүзінде Қазақстанның бас орталық екенін мойындаумен пара-пар. Енді экономикалық өсім бойынша, жалпы экономика көрсеткіштері бойынша бірінші орында екенін енді факт. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Егер шынайы біз тәуелсіздігімізді арттырғымыз келсе, қорықпауымыз керек. Біз осындай қадамға бардық па? Біз соңына дейін өз мүддемізді қорғауымыз керек, және де тепе-теңдікті жаңа бір деңгейге шығардық. Бұл айтып отырмын ғой. Бұл өте ұтымды қадам болды да, бұл. Ұтымды, әбден ойластырылған, күрделі қадам болды. Бұл сонысымен ерекше. Менің ойымша ешқандай ондай реакцияларға жалтақтаудың қажеті жоқ. Және бұл қадамның жемісін қазір болмаса да, бірден болмаса да, алдағы жылдары біз міндетті түрде көретін сияқтымыз. Иә. Мен енді алып қосарым жоқ, керемет әңгіме болды. Сізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға тіркеліп, тақырыпқа қатысты пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздің қолдау бізге ауадай қажет. Рахмет.